Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біздер жаңа жылдық дастарханға қоятын ең сәнді де дәмді дастарханның көркін келтіретін салаттардың бірі пикантный салатын жасаймыз. Менімен видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Салатымызды бастамас бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен мұнда жұмсақ етті пайдаландым. Алдымен етті салонкалап турап аламыз, немесе үлкендеу қылып жұқа қылып турауға да болады. Оған қант, тұз, құрғақ сарымсағымызды, тәтті бұрыш, паприка бұрышын қосамыз. Одан кейін чили бұрышын қосамыз, яғни ащы бұрышты. Егер де ащыны ұнатпасаңыз, ащы бұрышты қоспай-ақ қоюға да болады. Одан кейін крахмалымызды қосамыз. Мұнда крахмалды қосатын себебіміз бір лайфхак. Крахмал біздің етімізді жұмсартып және тез пісуге септігін тигізеді. Сонымен қатар күнбағыс майы мен соевый соусты да қосамыз. Етіміз маринадталу үшін, яғни қосқан дәмдеуіштеріміз барлығы сіңу үшін етімізге 20 минутқа қойып қоямыз. Енді көкөністерімізді турап дайындай береміз. Алдымен қиярымызды қиғаштап, дәл видеодағыдай қылып турайсыздар. Әдемі алып. Ендігі кезекте қызанақтарымызды дәл видеодағыдай тураймыз. Одан кейін ақ желкенімізді тураймыз. Петрушка немесе кинза қосуға болады. Менде мұнда ақ желкен. Барлық ингредиенттерді турап болғаннан кейін маринадталған етімізді табаға май құйып қуырамыз. Табаға майымызды құйып, етімізді қуырамыз. Етіміз 5 минутта дайын болады. Себебі бұнда, яғни сиыр етінің угологы бұрышы пайдаланылып отыр, және де крахмал қосқаннан тез етіміз дайын болады. Дайын болған етімізді ыдыстағы көкөністерге қосып, жақсылап араластырамыз. Иісі өте керемет, аппетитный, сочный, ароматный, өте дәмді салат шығады. Үстіне кунжут себеміз. Осы салатты жаңа жылдық дастарханға жасап көріңіздер. Әдемі болып тұрады, және де қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.